Такси деп мінген көлігі бүйірінен тесе тепкілегенде амалсыз тепеңдейтін шабан ат секілденіп жүрісі мандымай қаладан шыққалы 4-5 тоқтады. Тоқтаған сайын нартай шопыр капотын ашып тастап иінесі түсіп кеткендей үңіледі. Тоқтаған сайын бұл да түсіп шеті мен шегі жанарына сыймайтын құладөзді айнала шолады. Жұмысынан 3 күнге демалыс алып, көптен бері бұлардан бөлектеніп, ауылдағы ескі қорымның тыныш қонысын тапқан әке-шешесінің басына келіп қайтпаққа шыққан еді. Әлі тегіс көгере қоймаған дала көзіне ерекше жылы ұшырайды. Көк аспанда ақ шарбысы бері жақындап, көкшіл торғыны бұрынғыдан тұнық көрінетіндей. Шопырмен бірге қайта жайғасып, маң даладан көз тоқтайтын бір қара іздегендей, қарсы алдында мелшиген күйі көңілмен қара жолды қуалай. Естеліктерін ойында қайта ақтарып, 500 шақырымдық жолды қысқартып әуре. Әке-шешесін көз алдына әкелген сайын, ұзақтығы мезеттік болса да, әсері ішін жылытуға жарайтын фильм көргендей болады. Міне, мына естелігінде жасы 8-дер шамасы. Әкесінің тізесінде еркелеп отырғаны, әкесі екеуінің қой кезекке барып, жауын жауып кетіп, оқуға ала шыққан кітабы су болмасын деп, бұның мәйкесіне тығып, оған өздері мәз болғаны. Әкесінің соңғы сәтінде бұған әлдене айтқысы келіп оқталып, ақыры ештеңе айта алмай кеткені. Міне, мына естелігінде алғашқы велосипедін алған қуанышы бар. Көкшіл, уралец болатын. Осы кезде шешесінің даусы құлағына келгендей болады. Бұрындары ата-анасы неге ұзақ өмір сүрмеді екен? Айталық, кемі 110 жасқа жетсе ғой дейтін. Қазір ойлап көрсе, ол ойыннан өзі шошиды. Егер бұл өзі 100 жылға дейін өлмей қойса, өте кәрі, әрі өте мазасыз адам кімге керек болар еді? Немерелер түгілі балалары қажып кетпей ме? Осы кезде бір жазушының әңгімесі ойына оралды. Авторы кім еді? Снегирев болу керек. Онда бір жігіт әжесі, алжасы шығып әбден қартайып қайтыс болады. Әке-шешесі қауырт жұмыстан босамайтын болып, жігіт досын ертіп әжесінің күлін алуға крематорийге келеді. Жас адамның ондай жерге бірінші рет келуі. Күл салынған ыдысты ашып, саусағын тығып, оның аузына салып көреді. Сөйтсе адамның сүйегінің күлі өте майлы болады екен. Екі жігіт сол жерде таң қалып мәз-мейрам. Жігітке әжем өлді-ау деген ешқандай қайғылы сезім жоқ. Әңгіменің қатал екені рас, бірақ шыншыл. Бұл ұрпаққа ренжуге бола ма деп ойлап кетті. Өмірдің қатал шындығы бар десе де, әрбір әке мен шешеге жетер жоқ. Шын мейірленіп, елжіреу көңілімнен айналайын дейтін ешкімі қалмауға айналды. Адам есейген сайын жақын адамдары азая береді екен ғой. Телефон тыз етті. Әлеу, қай жерде? Немере ағасының дауысы шықты да, ар жағы қаңғыр-күңгір етіп байланыс жоғалып кете берді. Елдің бәрі көшкенде, екі жұрттан қозғалмаған немере ағасының кеше жолға шығатынын айтқан. Сол ағасы інісінің қай жерде келе жатқанын сұрамақ болғаны анық. Отыра белі талдау дегенде алыстан ауылдың қарасы көрінді. Көз ұшындағы басын жерден көтермей жайылған 4 аяқтының қарасы тым селдір. Ақшан көтеріп ауыл шетінен іліккенде кәрі адамның әр жерден бір сайдиған көлеңкі тісі құсап қалған 5-6 қоныстың ішінен ағасының үйі көзіне оттай басылды. Әке-шешесін көшіріп әкеткелі келіп тұрған-ау. Қақпа алдында жаулығы ағараңдаған бір кемпір маңдайына күн салып, бұлар жаққа ұзақ қарайды. Жақындағанда байқады. Кемпір дегені денесі қаңылтақ тартып, көне камзолы қомпылдап, баяғы ақша маңдайының әжімі қалыңдай түскен дариға жеңгесі екен. Бұған құшағын жайып қарсы жүрді. Айналайын аққайным деп еміренгенде сәт арасында жеңгесінің жанарына бір ерекше жарқыл қонақтағандай. Заманында сырлы зерендей ажары келіскен
адам еді. Жеңгесінің мына жүдеу шұпыны қалпын көріп көкірегі шым етсін. Уақыт жүргін бұл кісілерді де жайына қалдырмапты. Ал қош келдіңдер. Ойбу сопайып жалғыз келгенбісің? Ой, сен де бір бала-шағаңды ертіп келмедің бе? Ал кір төрле. Ағаң монша жағып жүрген деді бұның алдына түсіп. Үйдің есігін ашқанда бала кезден таныс иіс мұрнына келді. Баяғыда әке-шешесіне талай рет ағаларына қонаққа келетін. Сол кезде де құрттың, майдың, суының иісі араласқан осы ашқылтым иіс шығып тұратын. Жеңгесі қайным келді деп баяғыса құрақ ұшып, бұған біресе құс жастығы келіп, біресе хал жайын сұрағыштайды. Келін де жарқылдай амандасып, бұны сирек көрсе де қуанған сыңайы бар. Бала-шағасын түгел сұрап, шөлдеп келген шығарсыз деп көже толы кесесіне қолына ұстатып кетті. 7 жыл бұрын тойларыңа бір, кейін әке-шешесінің қорымға келгенде бір көргені бар. Сонда да адамға мына жарық дүниеде жақтырмай маңқия қарайтын момақан бала көрінген. Жанарының нұры сарқылғанша қарауға тұрарлық сүйкімді адамның көйлегінің кеңейіп бетіне ноқта түскенін байқап, ішінен түф-түф деп түкіргеннің ырымын қылды. Я Құдай, аға жеңгейдің көптен күткен қызығы еді, ұзағынан деген шын тілеумен. Дариға жеңешесі қазан ошағына әуелден мұқият адам. Үй ішінде сол ұсынықты қолдың жылуы әлі тұр. Осы үйдегі келіннің де үй ұстауға үйлесімі бардай, мұнтаздай. Жаңа көрпе төсегі мен сәнді терезе жабын қонақтың көңіл қошын келтіруге жарап жатыр. Бір кезде ағасы келді. Әке-шешемнің басына келіп кетейін дедім дейсің бе? Дұрыс екен. Әйтпесе бір соғуды білмейсіңдер деп бір қойды. Қалаңда не жаңалық? Әлгі жамандарың не ғып жүр? Өзіңмен бірге неге ала келмегенсің? Атасы мен әжесінің бетін көрсетпеймісің? Бірақ олар да осы күні босамайды дейді ғой, қызметке баратын адам сияқты. Әр күні сағатымен жазылып тұратын көрінеді ғой, деп бір кеңкілдеп алды. Сосын көп сөйлемейтін адам өзімен өзі отырып қалды. Бұл кісіні жас уағында бөтелкеге қарын қарамайтын, теңселіп жүрген кезі көп дейтін. Сонысы болмаса ешкімге зияны жоқ ақ көңіл адам. Бір кезде ағасының ұлы кірді. Сақал қойып, онысы өңіне сұс беріп, жасына жас қосқан ба әйтеуір қабағы шытыңқы, жүзі шесті. Ересек жігітке айналыпты. Сүлесоқтау келіп қолын берді. Монша жағып едік, ет әзір болғанша шайынып алсаңшы деп бәйек болған жеңгесі асқа отырғанда ет толы астауды бұған қарай сырғыштап, білем, құйрық майды алдына тастайды. Әуелден солай. Тек бұл емес, басқа қайныларына да қабағы тәуір. Қайнымау, алсайшы, жесейші, ұнның арасына салып сақтаған сары қазы да бар арасында. Жолдан келдің ғой, елдің дәмін сағынған шығарсың. Марқаның балбырап піскен етін сағынып жегесін астың төресінде байқайды. Бұған ішше дегенмен өзінің табаққа қол созуы сирек. Өзің алмай отырсың ғой, жеңеше? Ас табақтың қасында жүрген адамның аузы құр жүре ме? Өзің ала отыр, бізге қарама. Қайнаға, өзіңнен үміт күтетін еді. Шүкір, азамат болдың. Олар да баламыз келді деп бір аунап түсіп жатқан шығар, жарықтықтар. Қайнаға мен абысын жақсы адамдар еді ғой. Жатқан жерлері жарық болсын ол кісілердің. Ағасының әңгімешіл еместігін байқатпайын дегендей, жеңгесі әр нәрсені бір қозғаған болатын. Неге екенін бәрібір бір тосаңдық бардай. Көптен көрмегеннен бе, әлде осы күні ағайын арасы баяғыдай емес пе, шайға отырғанда ақтарылып кете алмады. Отқа жайылған сиырдың қою қаймағы, сап-сары көктің дәмі бар сары май таңдайда ериді. Бұл өзі қайнатқан құртпен ішкен шайға жуық маңда қанбайтын сияқты. Тары салып ішсейші, былтыр қуырғаным еді, әлі күттіріліп тұр. 3 литрлік бәңгімен сендерге де салып жіберем, деген жеңгесі шайдан ғана ақырын ұрттап отырды. Бұлар есік алдында шыққан күн кеш кіріп қалған екен. Осы сен өзің мәшін алдың ба, деді ағасы түсін шұқып тұрып. Жоқ,
бір көлік мінетін уақытың болды ғой. Әке-шешең аман отырса әперер еді. Бізден де көмек болмай жатыр деп қипақтағандай болды ағасы. Ой, сіздерден не көмек күтем? Өзім де алам ғой бұйырған күні. Тиын тебенімді ыңғайлап жатырмын әзірге. Бәсе, сөйтсейші. Мәшін алсаң жеңгешеңнің орындығының жабынын тігіп берер. Ісмерлігі бар ғой, білесің. Баяғы іс мәшіні әлі істеп тұр. Тек соңғы кезде тамағына жөнді ас атпай, шамалы мазасы кетіп жүргенді болмаса. Жеңгешемнің бе? Бәсе, өңі жүдеу көрінген содан екен-ау. Қашаннан? Ой, қыстан бері. Әлде былтыр күзден бері ме? Дәрігерге қаралды ма? Жоға, дәрігер бар ма маңда? Ол үшін 400 шақырымдағы қалаға бару керек. Майса самалдың ызғырығы бар ма? Моншадан кейін желеңдеу шыққан ба? Тұла бойы біртүрлі шімірігейін деді. Жеңеше, мен қалаға жүрсең қайтеді? Дәрігерге қаратайын деді, ертеңгі шайды ішіп бола келгенде. Жеңешесінің қабағы дір еткендей болды. Ағаң айтты ма? Бірдеңе мазалап жүргені рас. Кешегі келген көлік қайтам деген орын болады. Траптың нартайы ғой. Лекерлеп жүрген нәрсе ол да. Соған да шүкір. Бірақ қайдан шыға алмаймын-ау. Мына малды қалдыратын кісі жоқ. Биыл 4 сиыр бұзаулап тұр. Қалаңда қазір аптап бақсаң ақша. Ақшаң болмаса қарала алмайсың. Мыналардың ас суы тағы бар. Келін болса күніне жетіп отыр. Қойшы жеңеше, үйдің тірлігі біте ме? Егерге отырып малды қарайтын шығар. Өзім ертіп жүріп қаратам. Дәрігерлер не айтады, соны түгел жасаймыз. Тәуір боласың. Келінді қалай жалғыз қалдырам? Күйеу қасында емес пе? Неге уайымдайсың? Ойбай, сен білмейсің ғой. Жеңешесі үнсіз қалды. Сиыр сауам, күл шығарам деп жүріп, өзі 7 жыл дегенде әрең көтергенде. Жеңешесі қайнысына беріп жіберемін деген майды былғап отырып күрсінді. Бірдеңенің жұтқыншағына тіреліп, кейде құрғап, түкірік өтпей қалардай жайсыздық сезінетіні өз алдына. Жан дүниесі уайым сеуіп, жаншып, жапырып, жайпай келе жатқанының тегін еместігін өзі де іштей топшалайды. Кешегі көлік бүгін кері шығады екен. Қалаға жүрсең қалдырма деп айтып қойғам. Жеңешемді ала кетіп, дәрігерге қаратсам қалай қарайсыз, деді ағасына қарап. Апамды ма, қалаға ма? Ағасының бұрын інісінің дауысы қатқыл шыққандай болды. Дәрігерге көрінгені дұрыс қой. Әуре болып қайтесіз? Қыңқыл-сыңқылсыз адам бола ма? Осы жүргенде сау адам жоқ. Бәріміз ауырамыз. Ол кетсе біз қайтеміз? 4 сиыр тұр. Қалаға барғанда тегін ештеңе жоқ. Қаралуға ақша керек. Ауырған адам әуелі қаралмай ма? Дәрігер емін айтады ғой. Мүмкін дәрі берер. Не болса да ерте бастан қаратайық. 4 сиыр туып тұр дейсіңдер де, ақша жоқ дейсіңдер. Енді қайтейік? Қарап отырғанымыз бір мал болғасын, қарттар әлі пенсияға ілікпей отыр ғой. Осы жұрт келсе, неге тып-тыныш қана өз жайына келіп кетпейді екен деп күңкілдеді інісі орнынан тұрып бара жатып. Мән бермеуге тырысты. Сол іші боқ, сұрты түк малдың қасынан ұзамай, ғұмырларын түгесілуге айналды емес пе? Дегенді айтқысы келген. Жә, бара берсін, деді ағасы. Тек баласы қасына еріп барсын. Мен малға қарайын. Әуелі бармаймын деп тулаған інісі ақыры ере шықты. Келе жеңгесін клиникаға апарды. Тексеруден өткізіп, сынама тапсырған соң бірнеше күн күттірген дәрігерлер бір ауыздан кесел асқынбас үшін операция жасау керек. Әлі де қарекет қылуға мүмкіндік бар. Тек науқастың өзі тезірек бір шешімге келуі керек десті. Жеңешесі үндемеді. Жеңешесінің операцияға келістім деген келісімді сөзін ести алмағасын жөндем сөз күтіп інісіне қараған. Біз соны пышақ тигізбейміз деп тұрмыз. Жараға пышақ тигізсең дұрыс болмайды өзі. Әне, Сақыпбай ше, біздің ауылдағы. Осындай болғанда операцияға барып еді. Не болды ал? Содан оңалмай қайтты ғой. Сақыпбайды білмейм. Қазір медицина дамыды ғой. Жеңешеме ерте бастан жасалса жақсы болып кетеді. Ой, қазір докторлар тегін жасаушы ма еді?
Ақша сұрайды екен ғой. Анау Қараөзек жақта бір жақсы емші бар көрінеді. Күкіртті сары майға езіп ішкізеді дей ме, әйтеуір барған адамдар жақсы болып кетіп жатыр екен. Апамды сол халық еміне апарсам ба деп тұрмын. Дәрігер не үшін сонда? Еміне әкесінің құнын сұрамайтын шығар. Тіпті сұраса да адам жаны үшін табады ғой. Өй, сұрайтыны белгілі ғой. Ақша қайдан оған? Немді берейін? Бақтаға барып тапқаным үйдегі адам мен малдың тамағынан ауыспайды. Кеше айттым ғой. Қарттар пенсияға 1 жыл қалды. Қарап отырғанымыз 4 сиыр мен 20 қой. Жә, сұраса өзім көмектесем. Кредит алсам да жеңешем тәуір болса болды ғой. Көмектескіс болсаң, жаман ініңе бір айдалған ескі мәшін әперсейші. Ауыл арасын айдап жүрмейін бе? Ағам әперді деп. Інісі қалжыңдаған болды. Бұл енді жеңешесіне бұрылды. Жеңеше, өзің айтсаңшы, жасатасың ба? Жан өзіңе керек қой. Мен не деймін? Інің керек емес деп отыр ғой. Керек емес, жасатпайды, деді інісі нықтап. Қаралам деп 1, операция деп 2. Одан күтінем деп айлап жатады екен. Үйдегінің де уақыты жақын. Сонда біз ана жақта өз асымызды өзіміз пісіріп жүреді екенбіз. Одан да үйге қайтамыз. Емшіге апарам. Жақсы болады. Бәрі Алланың қолында. Алып кетем десе операцияңа қарай ма ол? Жеңешесі күрсінді. Қабырғасына суық жел сияқты жанай өткен осы бір күрсіністі қайнысы түсінгендей. Інісіне мұндай жыны келмес. Тура біз көкірегіне көк жұлын дүлей кіріп кеткендей ыза қысты. Не деген суынадан адамсыңдар, ей? Дәрігерлер үміт бар деп отыр ғой, неге түсінбейсің? Суынадан дейсің бе? Аға дегенге не өзінше болып тұрсың? Інісінің бұған қараған алақандай 2 көзі өңмеңінен өтіп барады. Сонда оқымысты болып кеткен сен бе? Көп болса диплом алған шығарсың. Көп болса кеңседе отырған шығарсың. Бірақ Алланың алдында бәріміз бірдейміз. Әке шешеңді көшіріп әкетті бедің. 4-5 жылда сүйегін әкелген жоқсың ба ауылға? Келгелі қатының жөндеп қарап та жатқан жоқ қой бізге. Ақылың өзіңе. Тағы да маған бірдеңе дейді ғой. Рахмет, ауылға қайтамыз. Жеңешесі бұрынғыдан да жүдеп қайтты. Өткендегі Нұртайдың жолында бірдеңесі бұзылып тұрып қала беретін көлігімен ауылға тағы келді. Бұл жолы алдынан ешкім шықпады. Үйдің есігін ашып, іштен шыққан ашқылтым есікке танауын тосты. Үйдің тіршілігінің жуырда бергі шын кескін келбеті көрініп тұр. Ауылдан бастап кіре берісте айра-жайра шашылған. Үйдің іші де жабынсыз, жалаңыш терезедей құлазып, тозыңқы көрінді. Төргі бөлмеге барды. Кері шықты, жан жоқ. Бұл жолы ағасының шаңырағына келгенде алдыра қалған айналаға келгендей болды. Келесі бөлмеге кіріп еді, ағасы теледидар қосып қойып, онысына мәнсіз көз салды. Қал жағдай сұрасып, қашан келдің деп қуанып қалды ағасы. Көптен ас суы дұрыс емес пе? Кеспірі ошақ басынан ұзамай омалып отырған көтерем шалға ұқсап көрінеді. Қайным келді деп алдынан баяқша жүгіріп шықпаған жеңгесі түкпірдегі қараңғы бөлмеде жатыр екен. Бөлмеден ашыған бірдеңенің әлде шаңға бүккен құм киіздің иісімен шығып тұр. Қасына тізе бүкті. Жеңеше, амансыз ба? Бұл мен ғой. Жеңешесі көзін ашып алды да бұның бетіне бажырайып қарап жатып таныды. Қайным сенбісің? Деді ақырын ғана. Сипаланып бұның қолынан ұстады. Сырқатының апта санып кеулеп күні кемегені байқалады. Күнінде тары күйгенде келіменде кесапатты күрсілденіп, қармауы жеңгесінің саусақтарда жіңішкеріп, білезігі де баланыкіндей болып қалыпты. Қалайсың жеңеше? Шүкірмін. Осыны айтқанда жеңешесі бүкіл күшін жиып, тістеніп бағып, дем шығармауға тырысқандай. Ауруды басатын дәрі әкелдім. Рахмет, айналайын. Ұйқың қалай жеңеше? Айналайын, аппақ қайным. Жаман емеспін, бақытты бол. Осылай дегенде тауаны жағылып, пәсейген сары жүзі жымиғансып келеді ме, әйтеуір жеңешесі бұған біртүрлі елжіреп бөлек қарағандай болды.
Жанарынан қайнысының арнайы келіп хал сұрағанына ризашылығы көрінді. Көкірекке тұнса да аузыңмен ақтарылып айтуға келмейтін ризашылық әлде қимастық болатынына қайнысы осы жолы көзі жеткендей. Келінді естіген шығарсың, оған да барып қайтатын адам табылмады ғой, деді келсе үхілеп. Келіні айтқанда жеңешесі үхілей берді. Үхілеген сайын шықпай қалған кермек жасы ішінде кеуіп кеппей қалғаны көзінің алдында шемен боп байқалғандай, қарасы қатайып, манағы жымиысы жоғалып, өң түсі суықтанып көрінді. Қайнысы үндемеді. Інісі мен келіні ренжісіп, ақыры келін кетіп қалыпты дегенді анада естіген. Ішін бірдеңе тырнағандай болғанымен, ағасы мен жеңешесі үшін арағайындыққа жүріп келіні әке-шешесінің алдына барайын десе де, ар жағы көңілі дауаламаған бауылдар саналы інісіне сенбеген. Шай ішесің бе, қайнатып берейін. Шайды өзің қайнатып, ағаң екеуің ішерсің. Бұл үйде саған шай қайнататында ешкім жоқ. Әлгі бала да көрінбейді ғой, вахтасына кеткен болар. Менің жатысы мынау. Қарсы алдыңдағы кішірейіп шөжіп қалған жеңгесіне қарап отырып, қайнысының ішін мұң шалған. Қайран Дариға жеңешем, қандай едің? Ағайынның бүкіл тойы мен жиындарына қазан басының берекесін келтіріп жүретін. Қайнағаларының алдында бір кесіп өтпеген. Біз сияқты қайныларының қалжыңын көтеретін жеңешеміз-ай, сырқатың жаныңа баттау. Ерінің тұшып сүйген перзентің шешесінің жайын айыратын халде емес. Өзінің шала діни қиялдарына өзі атасып жүр, дегенді ойлады қайнысы. Дариғаны ой иектей берді. Сырқат меңдеген жүзіне дендей жайылған бір қорғасын ғой. Әйел болғасын бәрін ойлайды. Бұған бірдеңе болса ері қайтеді. Баласының ас-суын кім жасайды? Егер қастарында басы қарайып бұл жүрмесе, мына үйдің жылуы қашпай ма? Кейде іштегі тұншыққан дүлей сыртқа күш алғанда қол-аяғы байланып, тұла бойы сіресіп, неше күн бойы кірпігі ілінбейді. Қалжырап әрең ұйықтағанда бірдеңеден құлап кеткендей болып шошып оянады. Дертіне төзіп бағайын десе, бір жағы іштегі қайғысы мен булыққан наласы буын-буынын алатын сияқты. Кеткен келінді ойлайды. Оған барып әкесінің алдынан өтіп қайта әкелем деп жатқан ешкім жоқ. Баласынан да көңілі қалды. Мүмкін өңді келген жас келіншегінің уыздай әлпетін қызғанатын шығар дейтін десе, кішкентай ауылда бейсауыт адам да жоқ. Сөйтіп бұлар немере аңсап, бір шақалақты күтіп жүргеніне келіні жерік болған. Төркінінен сәбидің өлі шықса ұлының да қабағы жазылар деген. Немере сүйсе сырқаты меңдеген бұның өзі де қуанышынан бойын тіктердей көрінген. Ақыры көптен сарыла күткен, аяулы аңсарындай боп немере де келген. Қыз бала. Соған әрең жетіп отырып, келіншегін ұрған жетесізге не десін? Екеуі де не жетпей қалғанына миы жетпеген. Адам өз қолын өзі кесе алмайды екен. Сөйтіп бұлардың азды кем қызығын көріп, келін ақыры баланы көтеріп кетіп қалды. Тәрбиесі оңды айналайын-ай. 7 жылда 7 ауыз сөз айтпаған еді, деп кеткен келіні мен немересін ойлағанда, пәлен айдан бері көмейін бітеп тұрып алған өксік ақтарылып, барып жаны әрең шыққан. Айналайын қарағым деп бұрылды. Бұған ет жеңді кемпір. Анаң ғой, ақ сүтіңді кештім де. Кемпірдің бұл сөзі өңімне шаншу болып қадалғандай болды. Анаң ғой деген несі? Жеңешең демей ме? Қаладан келген бала, естіп отырмысың? Саған айтам, қарағым. Бері жақындасайшы. Ақ сүтіңді кештім. Бақұл бол де. Құдай куә осы отырған. Бәріміз куәміз ғой. Үлкен кісілердің сертін осы күнге дейін бұзған емеспіз. Бірақ бүгін уақыты келген екен. Бақұлдасып қал, сенің анаң осы Дариға ғой. Сонда қалай? Сол бойда бірдеңе жүрегінің астына лып етіп көтеріліп, сол бойы өттей ащы болып алқымына тірелгендей болды. Егер кемпірдің айтқанын қылса, мына қол созым жерде топырақ астында жатқан әке-шешесі қайтеді. Егер жеңгесін анам еді десе, мәуесі де, ығы да, саясы да бола алған
әруақтарды сыйламағаны болмай ма? Кемпір де қоймайды екен. Қайта-қайта айтқызып барып, амалы таусылып, ақырғы ғана ақ сүтіңді деді бұл. Ғұмыры сарпылғанша ешкімнің бетіне тіке қарамаған, жел боп тимеген. Дүние ауса өзгермей кеткен апамай, немереңді жаныңды томпаңдатып ерте жүре алмадың-ау. Еңірей төгіліп сай сүйегін кеміріп ала жөнелген зарлы үн қағазға келгендердің бәрін жалт қаратқан. Бұл жоқтаған келін екен, енесіне топырақ салуға келіпті. Ағасы үнсіз. Аз күннің ішінде қатары сиремесе де қайраты кеткен адамға айналыпты. Жаратылысында онша жұмсақ болмаса да көңіл айта келгендерге жаутаңдап қарайтындай ма? Қабір басында бұның көзінен жас шықпады. Дымқыл топырақты алақанына үге берді. Бұрынғыдай жеңешем дейін десе, ол шындық өзгерген деймін бе, басқа шындықты мойындап көрмеген. Бұл жолы әке-шешесінің басына да бөгелмеді. Кешелі бері оларды ренжітетін күпірлік бірдеңе істеп қойғандай ма, бұны асырап баққан адамдардың алдында адал болмағандай. Әйтеуір бір зіл басып, батып жүрегінің басында бүк түсіп жатып алғандай болды. Соңына көз салды. Жеңешесі жайлы біртүрлі жарым естеліктер ескіреді. Мына дымқыл топырақта кеудіреген кейбір топыраққа айналады. Мына қорымға келетіндер де сирейді. Айдалаға кім келе берсін? Бұның баласы келеме бұл жерге? Ай, келмейді-ау. Сен де анда-санда келіп тұрсайшы, деді ағасы бұл кетерде. Екі араның жолы кемітіп айтсаң 400, асырып айтсаң 500 шақырым болар. Ыңғайлы келсе келіп тұрам. Біздің ауылда өзі 5 үй қалдық қой. Оның өзі қалаға көшкен балаларына ермей қалған қисық қыңыр шал кемпір. Ата-бабам жатқан жері. Жұртты күзеткенде не таптым десейші. Қайран дариғада осы жерге жіпсіз маталып өтті ғой. Ағасы өзін-өзі мазақтағандай миығынан күлді. О, байғұс, не көрді дейсің? Жастықпен талай қолымда түйді ғой. Ішкен адамда ес бола ма? Әкірей іштім, сабадым, бәріне де көнді байғұс. Сонда да әке-шешеме қызмет қылды. Тұңғышын ағамның бауырына салам дегенімде де көнді. Үндемеген қалыпты бәріне мойынсал болыпты. Енді мынау артында қалам ба деп ойламаппын. Ағасы алақанын маңдайына апарып, пенделіктің буына піскен кезін есіне алды ма, көзінше тәубеге келгені ме, екі иығы бүлкілдеп сәл кідіріп қалды да сөзін қайта жалғады. Ғұмыр дегенің таң алдындағы қып-қысқа бір қайырымға келмей жалт етіп көрген бұлыңғыр бір түсте екен. Қамшының сабындай деп неге айтады десем, тура қамшының қысқа сабындай шолтаң ете түсті ғой. Пах-пах, мен де сол ақыл есім дұрыста жөніммен жөнелсем деймін. Олай-бұлай болсам, орным әзір. Кеше жігіттерге айтып бір үлкен тасты көтеріп, дариғаның оң жағына қойдырттым. 4-5 үйі бар ауылдың қорымына кім таласады? Қабіріңді қай жағынан қаздырсаң да жетеді емес пе? Дегенде айтқысы келді де, көзінің сүйегі ішіне қарай кемірілгендей түрі бұзылып, беті тыржиған ағасына қарап үндемеді. Айтпақшы, жеңешеңнің сен көлік алсаң көрімдігіне берем деген жабыны тұр еді, соны ұмытпа. Ағасы бұның қолына үлкен буманы ұстатты. Қаласына қайтып келеді. Дүние баяғысынша жайбарақат, тек мұның көкірегі ғана әлем-жәлем. Бала кезде шешесінің бұны немере ағасының ауылына жібергісі келмейтіні. Немере ағасы бұларға келсе дереу көшенің арғы басындағы біреудің үйіне мәнді кастрөл бар екенін есіне түсіріп жұмсап жіберетіні. Бір-екі рет сол ауылға барған кезде 2-3 кемпірдің бастарын түйістіріп ұқсап тұр емес пе деп шүңкілдескенін құлағы шалса да оған мән бермегені. Бір есіне түсті. Аяқ астынан ойшылы болып кеткендей. Жоқ, ешкімге өкпесі жоқ. Кімге өкпелейді? Қайтадан жеңгесін ойлады. Тәмамдалғаны бүкіл сапары сол ескі саман үйі мен қорасынан әрі ұзамаған жеңгесінің кішкентай ғана ғұмыры ма, ағасының шаңырағының да жылуы бірге кетті-ау.
Адам бейшара осылай жүреді де бір күні жалп етіп түседі. Сонда бәрі бітеді. Жаныңда тек мүгілген тыныштық қана қалады. Тыныштық қорқынышты емес, анық. Сонда өлімнің несі үрей деп ойласа да, әлде қалай бойы тоңзиды. Қолындағы буманы ашып көрді. Қайран жеңгесі мәшине орындығының жабуына сұр түсті, түкті барқыттан мәйк секілді оңай киініп шешілетін қылып әдемі тігіпті. Сырқаты жанына батып жүрсе де, бар өнерін салған-ақ екен. Бірдеңе бұлдырағандай болған көз алдында көлкештеп тұрып алған көзінің жасы екен.